Күн сайын жуыну денсаулыққа өте зиян болып шықты. Жалпы тазарудың, жуынудың пайдасы өте зор. Теріміз тазарады, гигиена сақтаймыз. Денемізге, яғни терімізге жабысқан түрлі бактериялардан тазарамыз. Теріде аздаған мөлшерде газ алмасу үдерісі жүретінін барлықтарыңыз да білесіздер. Яғни оттекті сіңіріп, көмір қышқыл газын бөледі. Онымен қоса тері арқылы сумен бірге түрлі тұздар, сүт қышқылы, азоттық алмасу өнімдері сыртқа шығарылады. Жуыну, шомылу зиян деп тұрған жоқпын. Жиі шомылған дұрыс, бірақ күн сайын емес. Күн сайын жуыну терідегі қорғаныс қабатын әлсіретеді. Оның салдары инфекциялар мен түрлі аурулардың асқыну қаупін тудырады. Сондай-ақ ыстық су теріні құрғауына және онда микрозаттардың пайда болуына соқтырады. Біреу сенсе, біреу сенбес. Ең бастысы сіздің аураңыз нашарлайды, яғни әлсірейді. Аура дегеніміз адамның жаны мен рухының білінуі. Кейбір сенімдерге қарағанда адамнан шығатын сәулелер. Аура әр адамның бойынан тарап тұратын энергия. Және де ыстық су бауырға зиян, ал мұздай су бүйрекке зиян. Сабынмен жуынуға арналған сұйықтар пайдалы бактерияларды жоюы мүмкін. Бұл инфекциялардың асқыну қаупін тудырады. Дерматологтар душқа 15 минуттан артық түспеуге кеңес береді. Олар осылайша терінің қорғаныс қабатын сақтауға болатынын айтады. Сонымен қатар мамандар ыстық душқа түсу жүрек ұстамасына ұшырау қаупін 5 есе арттыратынын ескертеді. Шомылуға қолайлы температура 22-20 градус. Бұл ересек адамдар үшін, ал балалар үшін судың температурасы 22-24 градус аралығында болуы керек.